Кедей адамдар банкқа ақша төлейді, кредит төлейді, ал бай адамдар керісінше банкті өзіне жұмыс істетеді. Яғни банк ол адамдарға ақша төлейді. Неге? Кедей адам мен бай адамның айырмашылығы осы бір ғана әдетте. Осы видеороликті соңына дейін тыңдаңыз және де сақтап алыңыз, жоғалтып алмас үшін. Және де өздеріңіздің ақшамен қиналып жүрген, ақшалай қиналып жүрген достарыңызбен, туғандарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бай адам бірінші кезекте ақша жинау әдетін қалыптастырған. Кедей адамда керісінше кредит алу әдеті қалыптасқан. Осы жерде ғана айырмашылық. Кез келген кітапта жазылған адамды жинаған ақшасы бай қылады. Сіздің табатын ақшаңыз емес, жиналған ақшаңыз. Яғни өзіңізге алып қала алған, ұстап қалған ақшаңыз ғана сізді бай етеді. Сол себепті ақша жинау әдетін қалыптастыру өте маңызды, ал кредит алу әдетін тоқтатыңыз. Біз сіздерге 200-ге жуық тегін сабақ дайындап қойдық. Бұл сабақтар сіздің өміріңізді өзгертеді. Профильдағы сілтемеге басыңыз немесе комментарийға плюсик қойыңыз.